Қаңтар айының 26-сы, азанғы сағат 9 болды. Бәйдібек би мал базарына келдік. Осындай 1 жасар тоқтылар, еркектер өтіп кетіпті 40 мыңнан. Жылқы қатары бүгін Алматыда қар. 1,5 жасар ұрғашы байталдар 300 мыңнан сұралатыр. Мына тай еркек 210. 1,5 жасар құнажын байталдар 310 мыңнан. Болар 300-ден я сонда? 310 мың болар дейді. Мындай ұрғашы жабағылар 170-тен берем дейді. Биелер салмаған дейді. Ұрғаш. 210 ұрғашы жабағы болар 200 мың осында. Мындай еркек жабағылар 185 мыңнан ұзын ағаштан әкепті. Әдемі айбат, денелер үлкен 185 мыңға. Еркек жабағы мыңғы дейді 190 мың. Қолда өскен доморощит. Осындай 1,5-2 жасар құнандар 150 мыңнан сұралатыр. Денелері толық, жем жеген ғой деймін. 345-тен берем дейді. Таңдап алсаң, оптым арзанырақ. Мындай қорада тұр. Еркек жабағылар 190 мыңнан жуас. Осылар да 190 мыңнан. Общий жабағылар 200 мыңға дейін саудасы бар. Оптым алсаңыз 180-нен 175-тен береді екен. Енді штучный қымбатырақ. Тайларды көрейік. Көк құнан 130 мың. Саудасы бар. Ұрғаштай сатылды 250 мыңға. Екі ай байланған тай 350 мың. Басын қараңыз, лошадь приживайская сияқты. Осындай тай мыңға. 1,5 жасар, 370 мың. Бой айбат, биік. 2-ден асқан байтал байланған 125 мың болды. Шығып баратыр уже. 8 жасар пішпе ат 550 мың дейді. Сойға дап-дайын. Дөнен 3 жасар 500 мыңға сатылып кетті. Төрт еркек тай болар 320 мың. Бағасына сай. Тайларды көрдік. 250-ден 350-ге дейін басталады. Бордағы бар. Денесіне қарап сатылып жатады. Бойы пәс қара бие буаз 350 мың дейді. 7 жасар. Саудасы бар. Алуға болады екен. 9 жасар буаз бие. Майда туатын ақбоз. 400 мың дейді. 390 болар. Қазақи молочный бие 400 мыңға алынды. Жасын білмейді екен. 400 мың. Семіз ат, 1-7-8 жасар, 600 мың сұралатыр. Осындай қызыл бие, буаз. Бірақ бір көз шығып кеткен екен, өте күшті денесі. 410 мыңға сатылып кетті. Базардың алды биесі 1 миллион теңге сұралатыр, чистокровная верховая. Бұл енді ұрға алғанға мықты бие. Алдынан кәз. Саудың қараңыз, алдын. Мықты айғырдан құлын түсет дейді аға. Номерін айтып жеңіз аға? 747. 747. 280. 280. 3982. Қай жердікі? Ипподромдікі, Жасы ше? Кескен су ауылында тұр. Жасы? 8-ге келеді. Советы осындай бие күшті. Бірінші тума буаз бие 400 мың сұралатыр сатушы.
Алышы 390 беріп жатыр. Айбет. Қысыр бие 320 мың. 5 айғыр 550, е? 550 мар. 500 мың. Көкпарға кірген жүрісі жол жарғасы бар. Басын қарағаңыз, қасқасы бар. Тескен судың малы. Аға, номерін айтып жіберіңіз. 707 419 69 78. Базардың алдыңғы аттарының бірі. Мықты дөнен 380-ге сатылып кетіпті. 5 айғыр 550, е? 550 мар. 500 мың. Көкпарға кірген жүрісі жол жарғасы бар. Басын қарағаңыз, қасқасы бар. Тескен судың малы. Аға, номерін айтып жіберіңіз. 707 419 69 78. Базардың алдыңғы аттарының бірі. Тағы да бір мықты құнан, мықты дөнен. 3 қасқа дейма. 600 мың сұрап жатыр бағасы. Неге арық десеңіз, күніге көкпарда дейді. Қазақстан ауылынан. Номерін айтып жібер, дос, қызыққандар сондай. 8700 693 21 86, хабарласыңыздар. Құнан сатылды. 350 мыңға байланған. Шығып баратыр. 8 жасар айғыр 450 мың. Бәрі бар, все включено. Бағанағы дөнен 380 мыңға сатылған. 5 жасар айғыр дерский. Өзі жуан, қараңыз. Көкпарға салынған? Салынбаған әлі, үйретесіздер. Номерін айтып жіберіңіз? 767 37 707. Все. Негізі нормаль тағы бір екі ат бар екен, бірақ түсіруге рұқсат бермеді. Қазір сиыр жаққа өтеміз. Кім Чимкент пен Тараздың мал базарына қызықса, бағаларын білгісі келсе, Ерков мал бардақылау және Дидар Музбелов деген каналдарына жазылыңыздар. 7 жасар бұзаулы сиыр күніне 10 литр дейді, бағасы 400 мың. Буаз сиыр жақында егесі жоқ екен, 365 мыңға сатылып кетті. Жасын және де сүтін білмейміз. 20 литрі бар сиыр ірі 500 мың бопты. Ұрғашы бұзаулар 140-тан беріліп батыр. Мін біреу кетті, біреу. Бір жарым жасар бұқалар 235 мың теңге. 235. Еркек бұзаулар 130 мыңнан, мыналар 120 мыңнан. Келістіріп беремін дейді. 2,5-3 жасарлар. Бұқалар әлі байлау керек, 500 мыңнан, 450 мыңнан сұрап жатыр. Осындай бұқаларға 220 мың сұрап жатыр. 270. Тоқал бұқа байланған ғой деймін. 400 мың сұрап жатыр. Құнажындар, таналар 200 мыңнан сұрап жатыр. Былайша әдемі. Бір жарымдар осындайларға 240 мың сұрап жатыр. Екеуіне әдем баға сұрап жатыр. 145 мың еркек бұқашалар. Мощный каркасы мықты сияқты 380 мың сұрап жатыр.
Буаз емес екенін тексерді. Қараңыз, қызық. Мына ақбас 170 сұрап жатыр. Мына бұзау 135 мың. Еркек. Мына көгі 170 мың. Жақсы өтіп қойған. 180 мың. Өсетін бұқа. Бес алты туған бұзаулы сиыр 370 мың. 14 литрі бар дейді. Осындай бұқа 190 мың. Сойылатын ешкілер 28 мың. Еркек тоқтылар 43 мыңнан. Ек қошқар 90 мың, 80 мың. Арқардар 75 мыңнан. Қозылар 35 мыңнан. Ек қозысы бар қой 60 мың теңге. 27 мыңнан беріліп жатыр. 85 мың қошқар. Тоқтылар 36 мыңнан. Шығып бара жатыр, баға түсіп жатыр. 30 мыңнан сұрап жатыр тоқтыларға. Лайкалар 10 мыңнан. Баршысы 7 мың. Осындай красавчик жігіттер сатып жатыр. Бәйдібек би мал базары осындай болды. Сонымен кімде-кім ұзын ағаштың мал базын көрсе, жоғарыдағы сілтемесін басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет.